Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода ағылшын тілін музыка тыңдау арқылы қалай үйренуге болатынын айтатын боламын. Ағылшынша музыка тыңдау ағылшын тілін үйренудің өте жақсы, тегін түрі. Музыка біріншіден көп сөздерді жаттауға, есімізден шығармауға көмектеседі. Біз ағылшын тіліндегі музыкада жаңа сөздер өте көп болады, және біз музыканы қайталап тыңдай береміз, күнде тыңдағандықтан ол сөздер біздің миымызда жатталып қалады. Бұл әдіс сөз жаттаудың ең керемет әдісі. Ағылшынша музыка тыңдау сөздердің дұрыс айтылуын үйретеді. Жазылғанда басқаша жазылады, бірақ өлеңде басқаша айтылады. Солай сіз сөздердің дұрыс дыбысталуын және дұрыс айтылуын үйренесіз. Ағылшын тіліндегі музыкада түрлі фразалар, идиомалар болады. Яғни сіз оларды тыңдау арқылы ағылшындардың күнделікті өмірде қалай сөйлейтінін білесіз. Егер де ағылшынша музыкаларды мән беріп тыңдайтын болсақ, онда грамматиканы да үйренуге болады. Мысалы, шақтарды. Бірақ мына нәрсеге мән беру керек. Егер сіз курсқа қатысып жүрсеңіз, немесе басқа жолдармен ағылшын тілін үйреніп жүрген болсаңыз, онда сіз байқайсыз, кейбір өлеңдерде ереже жағынан қателіктер болады. Біз қолданып жүрген ережелерді олар мүлдем қолданбайды. Әсіресе менің көп байқағаным, some, any, no сөздерін олар дұрыс емес қолданады. Something болу керек жерде nothing'ді қоя салады. Егер сіз музыка тыңдау арқылы ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, онда ережелерді міндетті түрде білу керек, әйтпесе шатасып кетесіз. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Сіздерге пайдалы бола алдым деп ойлаймын. Келесі видеода кездескенше.